Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Торпақ белгісіндегі жандар үшін апталық болжам 21 және 27 қараша аралығында. Бірінші жоғарыдағы екі карта бізде аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Семерка жезл және де императрица старший аркан. Апта өте жұмысқа толы болайын деп тұр. Сіз үшін бос уақытыңыз болмайтын сияқты, себебі жиналып қалған жұмыстарыңыз бар мекен, жаңағы алдыңғы аптадан, жаңағы енді жылдың аяғы болып қалды дегендей отчет, басқа да бір мәселелермен, басқа да бір жұмыстармен аптада мүлдем қолыңыз босамайды десем де болады. Жұмыс, басқа да бір тірліктермен, істермен жүресіз. Келесі императрица старший аркан. Өзіңізге бір бағалы зат алуыңыз мүмкін, бағалы сыйлық алуыңыз мүмкін, және де аяғы ауыр жаңағы жақындарыңыз, жаңағы өзіңіздің аяғыңыз ауыр болу, жаңағы босануыңыз мүмкін, не болмаса аяғыңыздың ауыр екенін білуіңіз мүмкін. Императрица, яғни беременная женщина. Одан кейін пополнение, яғни беременность, семьяға пополнение, или болмаса қаржы жағынан жаңағы жақсы өзгерістер болады. Императрица, яғни жалақыңыз түсуі мүмкін, ойламаған жерден қаржы келуі мүмкін, біреу қарызыңызды қайтару мүмкін, немесе ақшалай сыйлық алуыңыз мүмкін. Келесі аптада орын алатын жағдайлар аптаның басында рыцарь мечи және де четверка чаш. Қандай да бір мәселені аптаның басында қабылдауыңыз, шешуіңіз, жасауыңыз тез-тез болады. Бір шешім қабылдауыңыз да тез-тез, көзді ашып жұмғанша, бір іс бастасаңыз да, бір жаңа жұмыс бастасаңыз да, көзді ашып жұмғанша тез өзгеріске еніп, тез жаңағы жүреді. Сондықтан бір бастама бастайын деп жатсаңыз, аптаның басында бастаған дұрыс. Тек келесі карта бізді аптаның ортасы королева мечи және де нулевая карта дурак старший аркан. Аптаның ортасында сізде бір жаңа бастама, ойламаған жерден бір жаңа бастама бастауыңыз мүмкін. Нулевая карта жаңағы жаңа іс бастауыңыз мүмкін, жұмыс ауыстырып, жұмысқа тұруыңыз мүмкін, повышение алуыңыз мүмкін, жаңағы даже сіз оны пландап, жаңағы ойлап та жүрген жоқсыз. Ойламаған жерден барлық бір мәселеңіз шешіліп, жұмыстарыңыз шешілуі мүмкін. Және де бір шешім қабылдауға тура келеді. Сондықтан кішкене іште қорқыныш болуы мүмкін, себебі мечи бар екен. Бұл жерде іште қорқыныш болуы мүмкін, бірақ та шешім қабылдап бастап кеткен дұрыс, себебі осы аптаның көлемінде бастаған ісіңіз де тез-тез жүреді, жаңағы результаты да тез арада болады. Келесі бізде аптаның соңында орын алатын жағдай паж мечи және де семерка пентаклей. Жаңағы қаржы жағынан результат болады, бірақ та бастапқыда аз-аздан келуі мүмкін қаржы. Бірақ жаңағы көп мөлшерде қаржы, жаңағы ақшаңыз барлығы келесі аптада түсуі мүмкін. Яғни результат жаңағы бірден көп сумада емес, ақырын-ақырын болады. Паж мечи жаңағы бір дәрежеңіз өсу, аптаның аяғында бір ұсыныс алу, или болмаса повышение алу деген сияқты аптаның аяғында өзгерістер бар. Император старший аркан бұл бір аптаға берілетін кеңес. Қандай да болмасын бір шешім қабылдау керек болса, қандай да болмасын бір жаңағы іс бастау керек болса, біреудің көңіліне қараудың қажеті жоқ. Шешім қабылдау керек болса, біреудің көңіліне қарап қабылдамаңыз. Шынайы, шыншыл шешім қабылдауға тырысыңыз. Ол біреуді ренжітетін болса да, біреудің көңіліне тиетін болса да, сіз солай қабылдауға тиіссіз ол шешімді. Жаңағы алдағы уақытта ол кісі де түсініп, сізге рахметін айтатын болады. Және де кез келген іске шынайы тұрғыдан қарағаныңыз жөн. Бұл сіздерге бір аптаға берілетін кеңес. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен кездескенше. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.